Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз адам қиялы, екінші сабақ. Төртінші тапсырмадан бастайық. Бізге мәтін берілген, мәтінді оқып оның идеясын анықтауымыз керек және жоспар құрып мәтінге тақырып қоюымыз керек. Сондықтан мұқият оқып алыңыздар. Адамдар бір-біріне тілек тілеген кезде орындалатын қиял тілеймін деп айтпайды, орындалатын арман тілеймін дейді. Маған қиял арманның арғатасы да арман мақсатқа баратын жол ретінде көрінеді. Тыныштықта көзіңді жұмып жатып армандағанға не жетеді? Неше түрлі тәтті армандар бірінен соң бірі келеді. Тіпті қолыңда жоқ затты бар қылып, қолыңда ұстап тұрғаныңды көресің. Арман қиялыңның арқасында болашағыңды жақсы етіп елестетіп, үлкен жетістікке жеткен сәтіңді көріп, жақындарыңа сыйлықтар сыйлап жатқан кезіңе еріксіз езу тартасың. Өзге елге саяхаттап, қуанышты күннің неше түрлі сызбаларын сызасың. Қошеметке толы сәттерің елестейді. Небір жеңістің тұғырында тұрасың. Армандаған істеріңнің бәрін ойша електен өткізіп, өзге әлемді ұстап көресің. Ол әлем ерекше әлем. Барлық армандардың орындалатын сәттерін көрсететін әлем. Бір өкініштісі, ол әлем көзіңді ашқан сәтте, әп-сәтте жоғалады. Қазіргі шынайы өмірге қайта ораласың. Осы сәттен бастап адамдардың екі түрін қарастырамыз. Бірінші тобы дәл осылай армандайды да шынайы өмірінде сол әлемдегі жеткен жетістіктеріне еш ұмтылмайды. Құр қиялмен күн өткізіп, арманға қарай бір қадам да баспайды. Арман біреу әкеліп қолына ұстата салатындай күтіп жүре береді. Екінші топ батыл адамдардан құралады. Армандай да біледі, арманға қарай ұмтылып, құласа қайта тұруды да біледі. Арманға жете де біледі. Қиялдың маңыздылығы оның шындықпен байланыстылығында. Шын мәнісіндегі қиял ғана мазмұнды, пәрменді болып, адамды іс-әрекетке жетелейді. Оның рухани өсуі үшін ерекше маңызды болады. Мәтінді түсінсеңіздер, мәтінге тақырып қойыңыздар және жоспар құрыңыздар. Және мәтіннің идеясы не? Бізге нені үйретпекші? Бізге нені айтқысы келіп тұр? Нені түсіндіргісі келіп тұр? Соны анықтап жазыңыздар. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырма, қос жазба күнделігі. Осы мәтіннен сізге қандай сөйлем, қандай пікір ұнады? Соны үзінді деген жерге көшіріп жазып, өздеріңіздің түсініктемелеріңізді, яғни өз ойларыңызды, өздеріңіздің түсінгендеріңізді жазыңыздар қасына. Одан кейін 6-шы тапсырма. Мағжан Жұмабаевтың сөзін мысалға берген. Мағжан Жұмабаевты біз әдебиет сабағынан жақсы білеміз. Батыр баян поэмасының авторы, қазақтың керемет лирик ақыны. Осы Мағжан Жұмабаевтың «Психология» деген кітабы бар. Осыдан бір ғасыр бұрын жарыққа шыққан. Сол «Психология» кітабындағы қиял туралы қысқаша үзіндіні бізге беріп отыр екен. Осыны мұқият оқып, осы пікірді қазіргі өмірмен байланыстырып көрейік. Жаратылыстың құшағында меруерт себілген көк шатырдың астында, хош иісті жасыл кілем үстінде, күнмен бірге күліп, түнмен бірге түнеп, желмен бірге жүгіріп, алдындағы малмен бірге өріп, сары сайран далада өсетін қазақ баласының қиялы жүйрік, өткір, терең болуға тиісті. Мағжан Жұмабаев. Бұл бір ғана сөйлем, байқасаңыздар, оқушылар 4 жол, тіпті 5 жолға дейін көлемді үлкен сөйлем. Не туралы? Қиял туралы. Кімнің қиялы туралы? Қазақ баласының қиялы туралы. Қандай қазақ баласы дейді? Қай жерде өскен? Оның қиялы қандай болу керек дейді. Осы пікірмен келісесіздер ме? Өз дәлелдеріңізді, пікірлеріңізді келтіріңіздер. Енді соңғы тапсырма, 7-ші тапсырма, сіздер үшін қызықты болуы керек. Бала кезіндегі арманына қол жеткізген қандай ұлы адамдарды білесің? Осы адамдар туралы материал жинап, сыныпта пікір алмасыңыздар.
балалық шағында сондай нәрсені армандап, сол қиялдап, сол нәрсесіне қол жеткізген адамдар туралы білеміз бе? Ұлы адамдар, атақты адамдар, мықты адамдар туралы, сол кісілер туралы мәліметтер жинаңыздар. Өте қызықты тапсырма болайын деп тұр. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.